Бұл Әлішер. Ол көп қабатты үйде тұрады және басқа тұрғындар секілді коммуналдық төлемдерді үнемі уақытында төлеп тұрады. Демалыс күндердің бірінде ол көршісі Айдоспен кездесіп, әңгіме барысында Әлішер отбасы бюджетін үнемдеу мақсатында кейбір коммуналдық қызметтерден бас тартуға бола ма деген сауал қойды. Айдос болса өз пәтеріндегі батареяларды кесіп тастағанын, үйінің бәрі бір жылы екенін, сондықтан төлем жасаудың қажеті жоқ екенін айтты. Әлішер бұл шешімді алғашында қарапайым деп ойлады. Алайда қандай да бір әрекетке бармас бұрын ол мәселенің заңдылығын анықтауды жөн санады. Қысқаша ғаламтордан ізденіс жүргізгеннен кейін мұндай әрекет өз бетінше қайта жоспарлау деп саналатынын білді. Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй қатынастары туралы заңның 40 бабына сәйкес жылу жүйесін рұқсатсыз араласу заң бұзушылық болып есептеледі және әкімшілік айыппұл салынуына себеп болуы мүмкін. Мұндай жағдайдың адамгершілік жағы да бар. Заң бұзумен қатар өзгелер секілді жылы үйде отырып, төлем жасамау әділетсіздік әрі қоғамдық теңсіздіктің көрінісі екені анық. Ақырында Әлішер аздап үнемдеймін деген ойдың арты айыппұлмен ғана емес, бұрынғы жүйені қалпына келтіруге кететін қосымша шығынмен де аяқталуы мүмкін екенін түсініп, заңды жолды таңдады және дұрыс шешімге келді.